Сәлем баршаңызға. Бүгін дәмді әрі тез дайындалатын, дастарханның көркі болатын салаттар дайындаймыз. Бірінші салатқа қажетті заттар ол тауықтың төс еті, күркума, жұмыртқа, қияр, болгар бұрышы және де жүгері. Сонымен бастаймыз. Бірінші біз жұмыртқаны жарып, үстіне тұз және күркума қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табаны сары маймен майлап, үстіне жұмыртқа массамызды құямыз. Блины пісіргендей пісіретін боламыз. Бірінші жағы піскен соң, ақырындап екінші жағын аударамыз. Екі жағы да піскен соң шығарып аламыз. Бірінші қиярымызды кесіп аламыз. Қиярды ұзын таяқша ретінде кесеміз, яғни соломка сияқты қылып. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рецептерім ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Ал болгар бұрышын майда кубиктар етіп кесіп шығамыз. Тауықтың піскен төс етін ұзынша таяқша етіп кесіп шығамыз, яғни соломка етіп. Ал жұмыртқалы блинымызды орап, сосын оны да жіңішкелеп кесіп шығамыз. Үстіне консервіленген жүгерімізді қосамыз. Және заправка ретінде майонез қолданамыз. Қаласаңыз, майонездің орнына қаймақ қолдансаңыз да болады. Өте дәмді, қарапайым салат. Екінші салатымызда өте дәмді әрі тойымды. Тауықтың піскен төс етін ұзыншалап кесіп шығамыз. Мұндай салаттар мерекелік дастарханның көркін келтіреді, әрі бюджеттік азық-түліктен тұрады. Сосын жұмыртқамызды алып, оны да ұзыншалап кесіп шығамыз. Сосын қызанақтарымызды тура солай ұзынша соломка ретінде кесіп шығамыз. Ал салат жапырағын қолмен майдалап үземіз. Үстіне татымына қарай тұз қосамыз. Заправка ретінде мен майонезді қолданатын боламын, ал сіз өз қалауыңызша қаймақты қоссаңыз болады. Жақсылап араластырып шығамыз. Сосын тарелкеге бөліп салып, үстіне үккіштен өткізілген сырымызды сеуіп шығамыз. Сонда көркі де кіреді, дәмі де кіреді.
Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.